Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін өте нәзік Рафаэлло тортын жасаймыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, крахмал, тұз және разрыхительді қосып араластырамыз. Құрғақ 2 ыдыс алып, жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын 2 бөліп саламыз. Үлкен болса 4, менікіндей болса 5 жұмыртқадай кетеді. Ақ уызды осындай көпіршіктер шыққанша миксерлеп, қанттың көп бөлігін шетінен салып отырамыз. Қалғанын біз сары уызға салатын боламыз, сондықтан барлығын қоспаңыздар. Жақсылап тұрып миксерлейміз. Міне осындай болу керек, өзінің формасын ұстап ағып кетпейтіндей. Енді сары уызға көшеміз, қалған қантты қосып миксерлейміз. Міне осындай күйге енгенде ақ уызға біріктіреміз, яғни сол ыдысқа сары уызды саламыз. Енді асықпай жақсылап тұрып араластырамыз. Шетінен ұн сала отырып, астан үстіге қарай асықпай араластырамыз. Барлығы араласқан кезде формаға құямыз, менде диаметрі 20. Бисквитті 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіреміз. Осы аралықта духовканың аузын ашпаймыз. Себебі бисквиттің көтеріліп жақсы пісуіне кепілдік береді. 25 минут өткен соң бисквит піскенін осылай тексереміз. Әдемі түсті, формасын ұстап тұратын бисквитіміз дайын болды. Суытып алғаннан кейін бисквитті осылай 3 бөлікке бөлеміз. Видеодағыдай бөліп, артынан кесуіміз керек болады. Міне енді бисквитті 3 коржға бөліп кесеміз. Енді пропитка үшін сүт пен қантты араластырамыз, әрбір коржға жағып шығамыз. Дұрыстап, мол мөлшерде жағамыз және көп жағудың да керегі жоқ. Енді торттың креміне көшсек, крем үшін калихтың осындай творожный сырын және сливки қолданамын. Сливкидің аты Чудское озеро деп аталады және міндетті түрде 33%-тен кем болмауы тиіс. Алдымен орташа жылдамдықта сливкиді миксерлейміз. Содан соң шетінен сахарная пудраны қосып отырамыз. Осындай полоска сызықтар пайда болғанда творожный сырды қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Дайын болған крем міне тура осындай болып шығуы керек. Енді кремге кокос стружкаларын қосамыз және жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай кондитерлік мешокқа салып, тортты жинауға кірісейік. Торттың әрбір коржына осылай кремін мол етіп жағып, түзулеп шығуымыз керек. Егер бір нәрсе түсінбей жатсаңыздар, комментарий арқылы жазып сұраңыздар. Бірінші коржына жаққаннан кейін екіншісін қоямыз және бұған да крем салып, жақсылап түзулейміз. Енді торттың сыртына да осылай крем жағып, выравнивать етеміз. Крем жетпей қалған жерлеріне крем қосып, түзулей бастаймыз. Енді жоғарғы жағын тегістейміз. Жалпы барлығын видеода көрсетілгенде істесеңіздер, онда дұрыс шығады. Енді сыртқы оформлениясіне кокос стружкасын осылай сеуіп шығамыз. Одан соң бетіне осылай оформление жасаймыз. Рафаэлло қосамыз. Ол жағы енді өздеріңіздің қалауларыңызда. Мінекей біздің Рафаэлло тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.